Неше жылдан бері той жиындарда хит болып келе жатқан ең дәмді әрі оңай осындай керемет капкейктер жасайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Қараңыздар, бізде алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жұмыртқаларды шағып аламыз. Міндетті түрде жылы болу керек бізде. 2-3 сағат бойы жасардың алдында шығарып қойыңыздар. Сүтті де, жұмыртқаны да, ішіне салынатын заттардың барлығыны қатымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі етіп, осылай 2 есе көбіргенге дейін араластырып аласыздар. Миксермен жасасаңыздар да болады, миксерсіз осындай венчикпен жасасаңыздар да болады. Енді сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізді құйып аламыз. Сүтімізде бізде бөлме температурасында жылы болып тұрған болу керек. Егер мұздай сүт, мұздай жұмыртқа қолдансаңыздар, сіздердің капкейктеріңіз пісіп кезінде жақсы көтерілмей қалады. Сондықтан жылы болғаны дұрыс. Електен шығарылған ұнымызды барлығын бірдесіне салмастан 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Жақсылап комок болып қалмайтындай етіп араластырып аласыздар. Бізде қамыры осылай болады. Сосын ішіне 1,5 чайный ложка разрыхитель саламыз. Оны ең соңында саласыздар, немесе ұнмен бірге қосып салып жіберсеңіздер де болады. Біздің қамырымыз дайын болды. Ішіне комок болмайтындай етіп араластырып аламыз. Жаңа айтып өткенімдей, енді бізге таразы, міндетті түрде таразы керек болады. Сосын осындай капсула қағаздар керек болады. Оларды сіздер кондитерский дүкендерден таба аласыздар. Таразыны да, осындай капкейкке арналған қағаздарды да сол жақтан таба аласыздар. Өте арзан бағада болады. Барлығы бірдей әдемі теп-тегіс көтеріліп шығуы үшін сіздерден той жиындарға, өздеріңіздерге заказ қабылдағанға да сатқанға осындай ішіне қамырды 50 граммнан құйып шығамыз. Міне барлығы бірдей етіп құйсаңыздар, қазір пісіп атқан кезінде барлығы бір тегіс топ-томалақ әдемі болып, томпақ болып көтеріліп шығады. Сол кезде крем жақсаңыздар да біреуі төбе, біреуі биік болып қалмайды. Сондықтан соны ескертеміз. 180 градусқа қойып, жарты сағатқа пісіріп аламыз. Алдын ала пешті қыздырып қоямыз. Енді кремді дайындап аламыз. Менде планетарный миксерге жасап жатырмын. Бізде творожный сыр және де сливке кремнің заттары кем дегенде 5-6 сағат бойы холодильникте тұрған болу керек. Алдымен творожный сырымыз бен сахарный пудрамызды салып аламыз да, екеуін біркелкі болғанға дейін, араласқанға дейін жақсылап осылай миксерлеп аламыз. Ручной миксермен жасасаңыздар да болады. Ручной миксермен кем дегенде 10-15 минут уақыттарыңыз кетеді. Осындай планетарный миксер алып қойсаңыздар, сіздерге неше жылдар бойы қызмет ететін болады. Өте керемет, жылдам тез дайындап береді. Енді салқын сливкемізді құямыз. Мен сіздерге полный рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жақтан көріп жасай бересіздер. Түсінбесеңіздер комментарияға жазып сұрасаңыздар болады. Міндетті түрде сіздерге жауап жазатын боламын. Енді басындағы жай скороспен, сосын қатты скороспен кремімізді қою болғанға дейін миксерлеп аламыз. Бізде крем осындай қою, ізі түсіп, осындай плотный болу керек. Қазірге көрсетемін. Егер осылай сұйық кезінде алып қойсаңыздар, ол сіздерде қазір узор жасап, мынандай әдемі қып украшенияға онша дұрыс болмай қалады. Сондықтан мына осылай бізде плотный қою масса болу керек. Бұлай миксерлеріңіз көтерген кезде ішінен ағып түспейтінде осындай ізі түсіп тұру керек. Общем, біздің креміміз дайын болды. Ана жақта капкейктеріміз де пісіп жатыр. Креміміз дайын болды. Енді насадкаға салып алатын боламыз оны. Енді қараңыздар, біздің кекстеріміз, капкейктеріміз қалай әдемі болып шыққан. Осылай беті кішкене қызарған кезде аласыздар, ішіне зубочистка тығып көрсеңіздер болады, пісті піспеді деп. Енді менде осындай гүл шығаратын насадкамен пайдаландым. Сіздерге номерін жазып кетемін описание бөліміне. Кондитерский мешокқа кремімізді салып, бірінші насадканы саламыз, сосын кремді салып, осылай ортасынан бастап кремді сығып, осындай гүл етіп бетін сәндеп аламыз. Немесе басқа өздеріңіз ұнатқан насадкамен жасасаңыздар да болады. Негізі капкейкке осы насадка өте керемет кетеді. Қараңыздар, өте әдемі болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде отқан қыз келіншектер заказ қабылдап сатсаңыздар болады. Кемді 250-300 теңгеден сатасыздар бір штугының өзіні. Зато сіздерде көп уақыт кетпейді. Үстіне өздеріңіз ұнатқан киви, апельсин, клубника, малина деген фруктылар, ягодалармен өздеріңіз қалағанша сәндесеңіздер болады.
мен осындай апельсин қойып шықтым, және де осындай пасивкалар болады. Торттардың бетіне арналған, осындай капкейк, пирожныйлардың бетіне сепкенге арналған осындай әдемі жеуге болады бұны. Осындай керемет бір заттар сатады, сондықтан сатып алсаңыздар болады. Бір ыдысындағыны алып қойсаңыздар сіздерге көпке жететін болады. Осылай үстіне ягода қоймастан осылай сеп қойсаңыздар да болады, немесе бетіне осылай қойсаңыздар да өте керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео рецепт ұнаса, парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Менде той пирожнилары, вупипай және де красный бархат пирожниларын парақшамнан көрсеңіздер болады. Осымен біздің пирожниларымыз дайын. Алдын ала видеоның соңына дейін көргендеріңізге баршаңызға рахмет. Ас болсын, жасап көріңіздер.